Теңіздің үстімен көлікпен жүріп келе жатқаныңызды елестетіп көріңізші. Мүмкін емес сияқты, бірақ инженерлер мұны шындыққа айналдырды. Көпірлер мен туннелдерге салынған бұл жолдар инженерлік өнердің керемет жетістіктері. Олар аралдарды, елдерді және құрлықтарды байланыстырады. Бұл жолдар адамдарды жақындастырады. Сауда-саттықты жеңілдетеді және жылдамдатады. Олар адамзаттың тапқырлығы мен қиындықтарды жеңуге деген ұмтылысының дәлелі. Теңізде жол салу күрделі процесс. Ол мұқият жоспарлау мен жобалаудан басталады. Инженерлер судың тереңдігін, ағысын және ауа райы жағдайларын ескеруі керек. Көпірлер үшін теңіз түбіне берік тіректер орнатылады. Бұл тіректер су үстіндегі жолды ұстап тұрады. Туннелдер үшін алып машиналар теңіз түбін бұрғылайды. Олар жол өтетін құбыр жасайды. Теңіз жолдары көлік және сауда үшін өте маңызды. Олар сумен бөлінген жерлер арасында тікелей байланыс орнатады. Бұл әсіресе құрлықпен байланысқа тәуелді аралдар үшін маңызды. Бұл жолдар экономиканы дамытады. Тауарлар мен адамдарды тасымалдауды жеңілдетеді. Бұл сауданың, туризмнің және экономикалық өсімнің артуына әкеледі. Теңіз жолдарының әйгілі мысалдарының қатарына Еуропадағы Эресун көпірі және Жапониядағы Токио шығанағындағы Аквалайн жатады. Эресун көпірі Дания мен Швецияны байланыстырады. Бұл қазіргі заманғы инженерлік өнердің кереметі. Токио шығанағындағы Аквалайн көпір мен туннелдің үйлесімі. Ол Токио шығанағы арқылы маңызды байланыс орнатады. Бұл жолдар әлемді байланыстыру үшін географиялық қиындықтарды қалай жеңе алатынымызды көрсетеді.